Төрт нәрсе сізді Алладан тосып қалады. Соның шекарасын біліп ұстаныңыз. Біріншісі мал дүние. Артынан құшырланып, қуып кетпеңіз. Екіншісі абырой мансап. Мақтау тек бір Аллаға тән. Семіруді қой көтереді деген бар. Үшіншісі еліктеу. Өзіңді жоғары санап, өзгені төмен санап, өзгені бұрыс санасаң, онда сен қате жолдасың. Және төртіншісі күнәлар. Егер күнә жасасаң, артынан дереу жақсы амал жаса, және тәубе жаса. Осы арқылы бұны жуып кетіруге әрекет жасау керек. Осы сөздерді мен қорытып, бір жиынтықтың жанында үлкен бір төрт сіздер жаттап алатын нәрсе айтқым келеді. Бір ғалым айтады. Көркем мінезге жеткен, ақырет имамдарынан сабақ алып, сондай дәрежеге жеткен адамдардың төрт қасиеті болады дейді. Ұлы жақсылардың төрт қасиеті бар. Сол жақсылыққа жеткізетін қасиет ол. Біріншісі, қарынды бос ұстау. Қарныңыз сәл ашыңқырап жүргені дұрыс екен. Қазір ішкеніңіз алдыңызда, ішпегеніңіз артыңызда. Кейде кейбір тамақты жегін келмейді. Кейде кейбір тамақты көргін келмейді. Кейде ананың тұзы бар, мынаның өзі тәтті, ананың өзі ащы дейміз. Кейде бір тамақтың үстіне тағы да тығып, үстіне тағы тамақ жегін келеді. Біліңіз, қарны тоқтық, қайғысы жоқтық аздырар адам баласын деп Абай айтқан. Қарны тоқтық дегенде, тоқ қарынның үстіне жеген тамақты айтып жатыр Абай. Өйткені шариғатымызда қарныңыз тойғаннан кейін оның үстіне жесеңіз тамақты мәкрух болады. Бірақ досыңыздың үйінде мәкрух болмайды деп айтады ғалымдар. Өйткені досыңыздың үйіне барғанда сол берген тамағы қалмасын дейді, сауап алу үшін сол кісі. Бізде керісінше ғой, біреулер қонақ қылса, жемейтін тамақ қояды алдына. Өмірі шағылмайтын жаңғақ қояды, оны балғамен шақсаң балғаң сынып қалады. Немесе жеуге болмайтын ортаға бір ыдысқа алма салып қояды, оны жеуге болмайды. Жесеңіз бұзып қоясыз. Бұл дұрыс емес түсініктер. Қонаққа не қойылса және қонақ қанша тамақ жесе, сіздің үйіңізге сонша берекет кіреді. Сіз сонша сауап аласыз. Және сіз де досыңыздың үйіне барсаңыз, сол жердегі тамақты жеп кетуге әрекет жасаңыз бәрін. Жеген сайын сол досыңызға сауап сыйлайсыз. Қалтаңызға салып кетемес, жеп кету керек. Біріншісі сол қарынды бос ұстаған дұрысырақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сол жөнінде имам Термизиде келеді. Пайғамбарымыз өзінің асқазанын үшке бөлетін. Бір бөлігіне тағам, бір бөлігіне су, бір бөлігіне ауа қалдыратын. Және сол үшін тамақ жегенде бір аяғын алдына бүгіп, екінші аяғын астына салып отырып жейтін. Сонда асқазан бүгіліп тұрады, көп тамақ жемес үшін. Көп тамақты қазір сізбенен біздің 21 ғасырдың қасіреті десек болады. Баяғыдағылар тамақты қайдан табам десе, қазіргі көпшілік адам, біраз адамдар, мынау алдымдағы тамақтың қайсысы тәтті екен, соны жейін дейді. Құрметті бауырлар, қарын бос болса, ой тынық болады, жүрекке қан жұмсақ келеді дейді табиптер. Жүрекке қан жеңіл келсе, жүректің жұмысы жеңіл болады. Қан жүруі жеңіл болады. Қан жүруі жеңіл болса, ой пікір тазарады деп айтады. Сол үшін қарынды босырақ ұстаңыз. Тақуалы әуелгі кісілердің амалы бұл. Екіншісі аз ұйқы.
Аз ұйқы дегеніміз ол 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат ұйқы емес. Адам баласы 8 сағат ұйықтау керек. Сол 8 сағаттың үстіне ұйықтаған ұйқы жақсы емес. Ол аурудан, бір басқа бір себептен. Сондықтан аз ұйқы дегеніміз сізге жетерлі ұйқыны ұйықтаңыз, бірақ оның үстіне ұйықтауға болмайды. Ұйқы, көп ұйқы жүректі өлтіреді дейді. Ғалымдарымыз айтады, көп ұйқы жүректі өлтіреді. Сондықтан жүрегіңіз тірі жүрсін десеңіз, ұйқыңызды орнында ұйықтаңыз. Уақытылы ұйықтаңыз. Ерте ұйықтап, ерте тұрыңыз. Үшінші ереже үнсіздік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда ереже бар. Егер айтатын болсаң, дұрыс сөйле, болмаса үндеме дейді. Ғалымдарымыз да сондай сөзді айтады. Сенің ішіңдегі айтылмаған сөз ол сенікі дейді. Сенің айтып қойған сөзің ол сенікі емес дейді. Ол сенің үкімдарың дейді. Сондықтан сөз сөйлегенде керекті мәліметті ғана, керекті адамға ғана айтыңыз. Көп сөз адамның қадірін кетіреді. Көп сөз көп қателік алып келеді. Және біліңіз, әрбір айтылып атқан сөзіңіз иығыңызда жазылып тұр. Сондықтан оның да жауабы бар. Сол үшін айтады, дүниеден өткен адамның басына жылауға барған адамға, жыласаң мағыналы дұрыс сөз айтып жыла. Ағаттық жасама дейді. Біреулер менің тауым жығылды деп жылайды дүниеден өткен адамға. Сонда пайғамбарымыздан сөз келеді. Егер бір адам менің тауым жығылды деп жылайтын болса, бір періште келіп өлген адамның көкірегіне отырады екен де, екі қолдап тұрып сабайды екен. Сен ба тіреп тұрған тауы, сен ба тіреп тұрған тауы дейді екен. Өзге адамдарға қайғы беріп кетпеңіз. Және өзіңіз де жұртқа қайғырғанда ақылыңызды жоғалтып алмаңыз. Көп сөз, көп қате. Орынды сөз, бұл дұрыс болады. Сол үшін үнсіздік өте пайдалы нәрсе. Екі нәрсе бар. Сөзді сөйлемесең, сөздің атасы өледі дейді. Сонан соң, ең соңғы төртінші ереже бұл оқшаулау. Өзіңізбен өзіңіз оқшау қалып кету. Соңғы психологтар, ғалымдар психологияда айтады. Оқшаулану, өзіңізбен өзіңіз, жеке бір өзіңіз қалуды екі жағдайын түсіндіреді. Біріншіден, көп халықтан қашып жекеленсеңіз, бұл зиян. Біріншіден оның зияндығы. Сіз депрессияға ұшырайсыз, және әртүрлі нерв ауруларына ұшырайсыз. Және әртүрлі көзіңізге бір нәрселер көрініп, бір нәрселер естілуде ықтимал көп. Ақылдан адасасыз. Көп халықтан қашу, оқшаулану бұл дұрыс емес. Әйтсе де, өзіңізге күш жинау, творчествоңызға кеңістік беру, өзіңізге есеп беру, өміріңіздің өткені менен келешегін есептеу, тіпті сізбенен Алла үшін деп оқшаулану, бұл дұрыс нәрсе. Сол үшін белгілі бір уақыттарда оқшауланып тұрған дұрыс екен. Қортып айтам, құрметті бауырлар, әуелгі ұлылардың 4 амалы жүрек тазалығына, руханият байлығына, мінездің көркемдігіне алып келген екен. Біріншісі қарынды бос ұстау, екіншісі аз ұйқы, яғни дұрыс ұйқы, үшіншісі үнсіздік, бұл да дұрыс сөйлеу, төртіншісі оқшаулану, бұл да дұрыс оқшаулана білу. Осы 4 нәрсе сіздің тақуалығыңызға әсер береді, сіздің жүрегіңізге нұр береді. Және сіз бенен Алланың арасында байланысты үдетеді. Осы бір нәрселерді руханият
ғылым білімдерінен деп білсеңіздер екен. Имам Ғаззали өзінің Ихя Улумуддин кітабында осы мағынадағы сөздерді сіз бен бізге байлық ретінде ұсынып кетеді екен.